Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен енді мына нәрсені айтпасам болмады. Ер басымен, еркек басымен әйел адамнан қарыз алып, ол менің жақын достарыма арналады. Қарыз алып, кейін қадап кететін еркектерге арналады. Айналайындар, ят деген бол керек адамда. Мен адамгершілікпен бердім де, түсініп, жарайды енді. Осы күн қайтарам деді. Жарайды дедім енді. Қиналып тұрған шығар деп сұраған жоқпын сол күні. Одан кейін 1-2 күн өтті, тағы жаздым, жоқ дейді. 1-2 күн өтті, тағы жаздым, еще ренжиді ғой, не болды сонша деп. Адамда деген кішкене ят деген бол керек қой. Мен біреуден қарыз алмаймын никогда ше. Қарыз, мен бір ақша қатты керек болып бара жатса, өзімде жоқ болып бара жатса, мен даже туған бауырымнан сұрамаймын, мен просто кредит аламын. Если керек болып жатса. Мен өйткені қарыз біреуге бергім келмейді, енді жағдайын айтып тұрғаннан кейін жарайды дейсің ғой. И біреуден қарыз алмайтын адаммын да. Мен ұяламын мен ондай нәрсе. Мен әйел басыммен даже қарыз алмайтын адаммын ғой. Мен еще өзімнің ақшамды өзім сұраған кезде маған ренжитіндеріне таңғаламын ғой. Не болды сонша деп. Ой алла. Айтпасыма болмай тұр енді бұл стористі. Енді өзіне прямой жаздым. Ответ қайтармайды енді. Осы стористі обязательно көреді ғой. Сол үшін құлаққа қысқып кішкене ескертіп қойып жатқанмын ғой. Құрметті еркектер, ұяттарыңды кішкене оятыңдар. Болмайды бұл деген, бұл тірлік болмайды.